Баяғыда бір мұсылман бала пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім жәннаттан үмітті болса, пайдалы сөз айтсын, немесе үндемесін деген хадисін естіп, соған лайық әрекет етуге тырысады екен. Өзі жас, пайдалы ештеңе айта алмайтын болған соң үндемеуге бел буыпты. Үндемейтіні айналасындағыларды таңырқатып, әкесі алаңдай бастапты. Осы менің балам ауру емес пе екен деген оймен баланы емшіге апарады. Емші: балаңыз еріккен, оны қаланың сыртына серуендеуге шығарыңыз депті. Әкесі баланы ертіп қаланың сыртына, орман тоғайлы жерге серуендеуге шығады. Екеуі келе жатса, бір тотықыз шықылықтай береді. Әке баласының көңілін көтермек болып, дыбыс шыққан жерді іздеп жүріп тотықызды ұстап алады. Оны торға салып жатқанда баласы: әй байқұс, шықылықтап дыбыс бермей, үндемей отырғаныңда сен мұндай күйге түспес едің дейді. Әкесі болса: сен сөйлей алады екенсің ғой, ендеше елдің бәрін неге әбігерге саласың деп шапалақпен тартып жібереді. Сонда бала: міне, мен де үндемей-ақ қойғанда шапалақ жемес едім деген екен.